Так, 61-ші есеп, иә? Мен сіздерге кеше айтқам, шығарыңыздар деп. Так. 24 бөлінген 25 болды дейді. Дұрыс па дейді. Мен білмеймін, оны өзім шығарған жоқпын. Қазір шығарып көре салайық оны. Қалай болатынын. Так. 61-ші есеп, иә? Так, не дейді бұл жерде? Y тең 2 минус x түзуімен OX өсімен, OX өсі деген ол Y тең 0 және Y тең 1 қосылған 2x қосу 2x квадрат функциясына x0 тең 0 нүктесінде жүргізген жанамасы арқылы жасалған үшбұрыштың ауданы дейді. Яғни бізде үшбұрышы, біз не істейміз? Бірінші мынау жанаманың қандай теңдеу екенін табуымыз керек. Бұл жерде бір есептің қызығы сода болып тұр. Так, жанаманың теңдеуін табу үшін бізге не керек? Туындысын таппастан орнына қою керек, fx0 керек бірінші. Так, 0-ді қойсақ 1 болады. Келесі, енді туындысын тауып 0-ді қою керек. Туындысын тапсақ 2 қосылған 4x, 0-ді қойсақ 2. Енді не істейміз? Жанаманың теңдеуін жазсақ 1 қосылған 2x минус 0. Яғни 1 қосылған 2x. Яғни бізде осындай 3 түзумен шектелген міне. Y тең 2 минус x, y тең 0 және y тең 1 қосылған 2x түзулермен шектелген нені табу керек? Үшбұрыштың ауданы. Үшбұрыш шығады екен, шектелген кезде. Так, онда қазір біз график сызып көреміз. Қазір не жерге тез не сала салайын. Так. Не шығады екен көрейік. Сиятын жарына жерге. Так, сонымен екі түзудің несін саламын бірінші график. Бірінші 2 минус x деген түзудің графигін салу үшін x-ке 0 беріп көремін. 0 берсем не болайын деп тұр менде? 0 берсем 2 болады міне. 1 берсем 1 болады. 0 берсем 2 болады. Міне нүктені көріп тұрсыздар, иә? Минус 1 берсем 3 болады. Яғни біздің түзуіміз осылай жалғасып кете береді екен. Мен оны қазір былайынан сызып көрсете салайын, иә? Міне. Бізде бір түзу. 2 минус x деген түзудің мынау несі? Графигі. Келесі бізге сызу керек, ол 1 қосылған 2x деген түзудің теңдеу графигін. Так, 1 қосылған 2x. Не істейміз? Бұл жерге де біз енді мән береміз, е? 0 берсек 1 болады. Так, 0 берсек 1 болады, міне. Минус 1 берсек x-тің орнына мына жерде минус 1 берсем минус 1 болады. Міне. 2 берсем или 1 берейік, 1 берсем 3 болады. 1 берсем 3 болады, міне. Яғни бұл нүкте осылай кете береді. 2 берсең 5 болады деген сияқты осылай жалғасып кете береді екен. Яғни біз қазір ол түзуді жүргіземіз енді. Осылармен қоса салайын, е мен. Так, бұлайынан алып, бұлай қосайық. Міне қостым. Міне екінші менде түзу. Және немен шектелген? Және OX өсімен дейді. OX өсі астында жатқан өсі Y тең 0 деген. Сонда біздің боялған жеріміз қай жер екен? Көрсетейік. Біздің боялған жеріміз міне. Мына боялған жерді бізге не істеп жатыр екен? Тап деп жатыр екен сонда. Так, ол бізде үшбұрыш екен көріп тұрмыз. Ол үшбұрыштың несін табу керек бізге? Биіктігін. Немесе мынаны интегралмен шығаруға болады. Болмаса немен шығаруға болады? Болмаса геометриямен шығаруға болады. Так, енді бұл жерде дұрыс болады қазір қалай шығарған. Бізге мына нүктелерді табу керек. Қазір мен нүктелерді белгілеймін. Осы нүктелердің, так, мынау бізде түсінікті, мынау бізде 2. Мынау қаншаға тең? Мынау 0 болады қай кезде? Мынау минус 0,5. Мына нүкте. Мынау минус 0,5 деген нүкте. Так, шектері табылды.
немен шектеліп жатыр? Бұл боялып тұрған жер, қазір мен интегралмен табуды бірінші көрсетемін. Боялып тұрған жер, мына боялып тұрған жер 3y пен шектесіп тұр. Қараңыз, бірінші y мынау, бұның теңдеуін жазып қояйық. Y тең 1 қосылған 2x. Екінші түзу мынау, ол бізде 2 минус x. Және үшіншісі ол астында тұрған қара. Яғни ол y тең 0. Үшеуімен қиылысып тұрған кезде, 3y пен қиылысып тұрған кезде, оның ауданын біз бірден таба алмаймыз. Бізге не істеу керек? Онда мынаны мына жерден 2-ке бөліп табу керек. Мына жерден бастап, қараңыздар. 2 бөлікке бөліп, екеуінің ауданын жеке-жеке тауып интегралмен сосын қосуға болады. Немесе осы биіктікті табуға болады мына жердегі. Осы биіктікті тауып, сосын астында табанына көбейтіп 2-ке бөлуге болады. Бірінші интегралмен шығарып көрейік. Интегралмен шығаратын болсақ, бізге мына екеуінің қиылысып тұрған жері керек, мына нүкте керек. Қазір жасынан белгілеймін. Мына нүкте керек болып тұр бізге. Қандай x-та екеуі қиылысты, оны табу үшін біз не істейміз? Мына екі түзуді бір-біріне теңестіреміз. Яғни 2 минус x-ті мен теңестірем 1 қосылған 2x-ке. Осы жерден 1 болады, мынау 3x, x тең 3-тен 1. Яғни мына нүкте бізде 3-тен 1 деген жерде не істеген екен? Екі түзу бір-бірімен қиылысқан екен. Сонымен мен не істеймін? Мен қазір мына үшбұрыштың ауданын екі түрлі түске бояймын, сосын екеуінің ауданын жеке-жеке табамын. Бірінші мен мына жердің ауданын тапқым келіп отыр, қараңыздар. Сары түспен боялған, міне. Мына жердің ауданын табамын. Ол жер немен шектесіп тұр? Қараймыз. Минус 0,15 пен және 3-тен 1 мен шектесіп тұр, міне. Интеграл 3-тен 1 мен және минус 2-тен 1 мен шектесіп тұр. Қандай түзу шектесіп тұр жерде? Ол мына көк, яғни 1 плюс 2x. 1 плюс 2x деген түзу и минус 0. Астында 0 деген түзу бар, бірақ біз неге осын бірден жаздық? Өйткені мына көк түзу ол мына 0-ден жоғары жатыр. Сондықтан біз мынадан 0-ді азайтқан кезде мынаның өзі шығады қайтадан. dx деп біз не істейміз? Бірінші сары ауданын табамыз. Келесі, ары қарай шығарайық. Сонымен x қосылған x квадрат алғаш функция 3-тен 1 мен минус 2-ден 1 деп мына ауданды тауып көрейік бірінші. Так, сонда не болады? 3-тен 1, бірінші 3-тен 1-ді қоямыз. 3-тен 1 қосылған 9-дан 1 азайтылған, енді минус 2-ден 1-ді қойсам, минус 2-ден 1 қосылған 4-тен 1. Так, сонда ортақ бөлім қазір жерде мен ішінде 9-дан 3 шығайын деп тұр. Мына жерде минус, так, ішінен не шығайын деп тұр? Ішінен минус 4-тен 1 шығайын деп тұр, сонда плюс 4-тен 1 олайын деп тұр. Мынау 3-тен 1 мен 4-тен 1-ді қос деп тұр. Сонда ол не болады? 12-ден 7. Бұл бізде мына бір үшбұрыштың ауданы. Енді келесі екінші бөлігінің ауданын табамыз мына жердің. Сұрмен белгіленген. Осы жердің ауданын табамыз. Так, оның ауданын табу үшін біз не істейміз? Қараймыз. Шектесіп жатыр кім? Мына қызыл түзу. Қызыл түзудің теңдеуі бізде бар. Ол сосын 0-ден жоғары жатыр. Ол шектесіп жатыр 2 мен және 3-тен 1 мен. Қызыл түзудің теңдеуі біз білеміз, 2 минус x жоғарда. 2 минус x dx тең алаш функциясы 2x минус x квадрат бөлінген 2. Шектері 2 мен 3-тен 1. Сонымен орнына қоямыз 2-ні. 4 азайтылған 4 бөлінген 2 азайту. Енді 3-ті қойсам 3-тен 2 азайтылған, қараңыздар, мына жерде квадрат 9-дан 1, 18-ден 1 болайын деп тұр. Бөлінген 2 бар, x квадрат бөлінген 2 бар. Сонда не шығады бұл жерден? Так, 4-тен 2-ні азайтсақ 2 азайтылған. Так, жақшаның ішінде ортақ бөлім беріп алсақ, мынаған біз 6 береміз. 9-дан 1 плюс 9-дан 4 қояға дейді. Қай жерде 9-дан 4? Мына жерде 9-дан 4 екен ғой,
кешіріңіздер. 9-дан 4 болады, онда өзде басқа болып кетеді екен, 9-дан 3 деп шығып кеттім мына жерде. Так, онда 36 болу керек қой ортақ бөлім. Ортақ бөлім 36 болады. Так, жоғарыда не шығады? Мынаған біз 4 береміз, 16. Мынаған 9 береміз. 25, е? Я. Сонда 16 қосу 9, 25, 36-тан 25 болады онда. Мына жерде дұрыс па? Дұрыс емес бізде. Или мына жерде вообще қате болды ма? Маған 3 бердім. Дұрыс. Осылай болады. Так, ары қарай. Так, мына жерде қателесіп кетті. Енді 6 бердік, 12, 11 болады, е? Минус. Мынандай болады екен, е? Сонымен бұл жерде 18 болады ортақ бөлім. Мынаған 18 береміз. 36 минус 11. 25 болады. Так, сонымен енді екеуіміз қосамыз. Так, қосайық енді екеуін. Так, 25-тен 36-тан 25-ке қосамыз. 18-ден 25-ті. Так, не болайын деп тұрмын жерде? Ортақ бөлім 36, мынаған 2 береміз. Так, 50, 75 болайын деп тұр ма? 3-ке бөлсек, 25 бөлінген 12 дейді. Ондай жауап бізде бар екен. Міне, нұсқасында тұр. Бұл енді интеграл арқылы шығарсақ, есептің жауабы осылай болады екен. Енді екінші әдісі ол геометриялық тәсіл. Қазір оны да көрсетемін. Мынау түсінікті ғой. Енді мен не істеймін? Мен мына биіктікті табамын. Биіктік деген, яғни мен y-ті табуым керек қазір. Қазір кешін 1 минут. Қазір мен геометриялық тәсілді көрсетем. Ол қалай шығады? Геометриялық тәсіл үшін маған мына биіктік керек. Яғни биіктік дегенде ол y керек маған, мына жер керек. Мына жер керек. Оны қалай табамын? Мына 3-тен 1-ді аламын да, екі түзудің кез келген біреуіне қоя саламын. Сол кезде менде не шығады? Менде y шығады сол кезде. Енді y деген ол бізде мына үшбұрыштың биіктігі сонда. Так. Кез келген мысалы мынаған қоя салсам, 3-тен 1-ді, 2-ден азайтам 3-тен 1-ді. Тең болады 3-тен 5, е? Мынау менде не екен? Мынау y, яғни бұл биіктік менде. Сонда, мына y менде шықты 3-тен 5. Енді үшбұрыштың биіктігі шықты, ал табаны қаншаға тең? Табаны көріп тұрмыз, е? 2 клетка, сосын жарты клетка, 2 жарым. Табаны бізде не болып тұр? 2 жарым клетка болып тұр. Енді біз не істейміз? Үшбұрыштың ауданын табамыз. S тең 2-ден 1 көбейтілген H көбейтілген не болады? Табаны A көбейтілген H көбейтілген 2-ден 1. Табаны 5-тен 2 деп жазайық. Сонда алымы 25 бөлімде 12. Міне есептің жауабы. Яғни мынау әлде қайда тез геометрияны қолданған. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Сонымен түсінікті ма бұл есеп? Қызық есеп екен, яғни жауабын
жаттап ала салуға да болады негізінде. Күрделі, егер немен шығарсақ, күрделі геометриямен шығарсақ оңай болады екен. Так, 5-ші есеп дейді тесттен. Так, қарастырып көрейік. Интегралдың мәніне тең болатын жауаптар дейді. 5-ші есепті көрейік. Так, 5-ші есеп тесттен. Енді бұл жерде формула тұр ғой негізінде. Так, мынау пи бөлінген 3, мына жерде пи бөлінген 6 деген 2 шектері берілген. Ішінде косинус квадрат x қосылған пи бөлінген 3 азайтылған синус квадрат x қосу пи бөлінген 3 dx дейді. Так, егер ішінде байқасаңыздар не тұр? Косинус 2x-тің формуласы тұр. Яғни бұл жерде не шығады? Косинус, ішіндегі бұрыштың бәрін 2 көйіп шығамыз. 2x қосу 2π бөлінген 3 деген формула тұр. Яғни біз осыдан не аламыз? Алғашқы функция аламыз. Косинустың алғашқы функциясы не болады екен? Синус 2x қосу 2π бөлінген 3 және бөлінген 2 бар. Яғни алдына 2-ден 1 қоя саламыз. Пи бөлінген 3 пен пи бөлінген 6. Тең. Ары қарай енді түсінікті болса, онда ары қарай шығармай қойын. Так, тағы қандай сұрақ бар? Отыз 39 дейді. Отыз 39 алғаш функцияны табыңыз. 39 түсінікті есеп сияқты. Функция беріледі. Интегралдан шыққан мәні беріледі. Шектерінің бірін берсе, екіншісін қалай табамыз? Мысалы келтірсеңіз дейді. Енді есеп бар ма? Мен оған түсінбедім. Так, 39 сыны табатын есеп пе 39? Ой, мені қатты жылы шеп қана. Так, 39 ба? Алтыншы есеп 39 дейді. Так, 39 көрсек салайын. F от x тең 4x квадрат минус x бөлінген 2 минус 5 функциясы үшін f от x алғаш функция болса, онда мынаны тап дейді. Егер f от минус 1 тең 3 болса. Мен сіздерге айтқанымда есептер c-ны табуға арналған деп. Так, алғаш функцияны табамыз. 4x куб бөлінген 3 азайтылған x квадрат бөлінген 4 азайтылған 5x қосылған c деген алғаш функция шығады. Енді бізге не деп жатыр? X-тің орнына минус 1 қойсаң 3 шығады дейді. Так, минус 1-ді қоям. Минус 3-тен 4 минус 4-тен 1 плюс 5 қосу c. Осы жерден c-ны тауып аламыз. Так, ол үшін барлығын бір жаққа жіберу керек. Сонда c мынандай болайын деп тұр. 3 қосу 3-тен 4 қосу 4-тен 1 азайтылған 5 болайын деп тұр. Ортақ бөлім бер жіберсек, қазір бұл жерден барлығына ол 12. Так, мынаған 4 берем, мынаған 3 берем. Так, 16 қосылған 3 азайтылған, егерде минус 2-ге 12 берсем 24 минус. Сонда не болады? 19 минус 24, ол минус 5 бөлінген 12 екен c. Енді бізге айтады, осы c-ны таптық, енді осы шыққан функцияға 1-ді қойып шық дейді. То есть f от x деген функцияға қайтадан 1-ді қойды. 1-ді қой деген сөз 4 бөлінген 3 минус 4-тен 1 минус 5 и c-ның орнына не? Тапқан минус 12-ден 5-ті қой деп жатыр. Так, 12
ортақ бөлім мынаған 4-тен, мынаған 3-тен, мынаған 12-ні береміз. Сонда 16 минус 3 минус 60 минус 5 деген не шығады екен? Жоғарыда алымда осындай сандар шығады. Так, бұл жерде не шығайын деп тұр? Минус 65 минус 68 минус 42 болайын деп тұр ғой. Бөлінген 12. Так, бұны қысқартып жіберсек, 3-ке қысқаратын сияқты минус 14 бөлінген 3. Сонда минус 4 бүтін 3-тен 2 шығады ол. Апа, қай жерін қателестім мен? 3-ке, 4 қой ну. 3-ке қысқартсақ, 4 болады ғой, кстати. Так, 4 болса минус 3 бүтін. Тағы 2-ке қысқарту бола ма? Қайта қысылайын. Мына жерде минус 52 дейді. Минус 52, да, кешіріңіздер. Минус 52. Так, оларды тағы қалай қысқартуға болады? Так, 52. Минус 26 бөлінген 2-ке қысқартсам 6, тағы минус 13 бөлінген 3. Сонда минус 4 бүтін 3-тен 1 ма? Так, Д нұсқасында. Бұл осындай оңай есеп бұл. С-ны табуға арналған есеп екен. Так, 6-шы есеп дейді. Теңдігі дұрыс екен анықтаңыз. Осындай есептер ғой дұрыс. 6. Так, шектері берілген. Біреуі А, екіншісі 0. Бізге 2 синус 2х dx тең 1 болатындай А-ның мәндерін табу керек екен. Так, не істейміз? Алғаш функция табамыз. Синустың алғаш функциясы минус косинус 2х. Алдында 2 бар, я? Бөлінген 2 бар. 2 бөлініп келеді. Сол кезде минус косинус 2х тең болу керек. Жоқ. Дейміз да, енді шектерін қоямыз. А мен 0. Так, енді орнына қоямыз. Минус косинус 2а минус формулада и қайтадан минус косинус 0. Х тоны 0 қойдым. Осы неге тең болу керек екен? 1-ге тең болу керек. Сонда минус косинус 2а, косинус 0 градуста 1-ге тең, қосу 1 тең 1. 1 мен 1 жойып кетеді. Косинус 2а тең екен 0-ге. Дербес жағдай 2а тең болады 0-ге қай кезде пи бөлінген 2 қосылған пи n-де. А тең болады пи бөлінген 4 қосу пи n бөлінген 2 екен. Д нұсқасында тұр есептің жауабы. Так, сонымен 10-шы есеп дейді. Сұрақтарды кәдімгі дәне 10-ды сұрағаныз. Алғаш функцияны тап деген есеп қой жай ғана. Так. Алғаш функцияны тап деп отыр. Так. 3х-дің 5 дәрежесі бөлінген 5 плюс 2х куб бөлінген 3 минус 6х плюс c. Так, іздейміз ондай жауапты бізде қай жерде тұр екен. Так, G ұқсап тұр, бірақ ол емес екен. F ұқсамайды. H қойын деп тұр ма? H қой. Соңғысында. Оңай сұрақ білмеймін, неге оның неден қиналғандырыңыз. Так, ары қарай. Жоқ қой, шектері жоқ қой. Шектері жоқ болса, әрине ол жауабы көріп тұрсыз қандайсын. Плюс c деп берген, значит, бұл анықталмаған интеграл. Шектері берілсе, сізде міндетті түрде жауаптарында сандар тұратын еді ғой.
11 де дәл сондай. Так. Болды ма? Сұрақтарыңыз осымен бітті ма, әлде тағы бар ма? 59 дейді. Так, 59. Не дейді ол? Материал бүгінде жылдамдығымен өзгеретін болса, 0 мен 4 секунд аралығында жүрген жолын табыңыз дейді. Алғаш функцияны тауып, то есть бізге мынандай есеп қой, былайша айтқанда. 59-да. В-ны берген 9t квадрат минус 6t минус 5 деп, ондай болса 0 мен 4 секунд аралығында деген ол нені білдіріп тұр? Шектерін білдіріп тұр. И мынадан алғаш функциясын ал деп тұр. Жол табу үшін бізге не керек? Мынадан алғаш функция алыну керек. Алғаш функция алып 0 мен 4-ті қойып, нені табамыз? Жүрген жол табамыз. Міне бұл есептің шығаны жерде dx деп қойып мұға. dt, е? Бұлайна шығару керек. Сосын тағанда есептер қателестіңдер или шығара алмадыңдар. Жаңа сабақты бастайық ағай дейді. Бастасақ бастайық. Мен сіздерге оны жаңа тапсырмаларын жібердім. Прогрессия деген тапсырманы. 66 дейді, әлі бар екен. Абсцисса өзімен шектелген фигураның ауданы. Так. Абсцисса өсімен шектелген деген нені білдіреді? Абсцисса өсі дегеніміз ол бізде y тең 0 деген білдіреді. Және мұна түзумен параболамен дейді. Минус 0, 25x квадрат қосылған 2x деген параболамен шектелген фигураның ауданы. Мына бізде үшінші түріне жатады. 2y берілсе, онда біз екеуін теңестіре саламыз дедік. Тең минус 0,25x квадрат қосылған 2x-ті теңестіреміз. X-ті жақшаның сыртынан шығару жерге болады бұл жерде. Сонда не болады? Так, x-ті жақшаның сыртынан шығарсам, минус x-ті шығар жіберемен 0,25x минус 2 болады. Әрқайсысын 0-ге теңестіреміз. Сосын шектері шығады. Сосын кім жоғарда жатыр, кім төменде жатыр, бұл жерде маңызды емес. Шектерін алып, қойып шығарып кете береміз. Так. Жақсы. Бүгінгі тақырып бізде прогрессия. Прогрессияның ішінде енді арифметикалық прогрессиядан бастайды екенбіз. Так, оны өздеріңіз жақсы білу керексіздер негізі. 9-шы сыныпта өтілген тақырып бұл арифметикалық прогрессия және күрделі сондай тақырып емес. Так, арифметикалық прогрессияда жалпы білу керек өзі екі-ақ формула бар. Ол қандай формулалар? Ол біріншісі А-ның, яғни кез келген мүшесін табатын формула. АН ол А1 қосылған n-1 көбейтілген d деген формула екен. Екіншісі кез келген n мүшесінің, алғашқы n мүшесінің қосындысын табатын формула. А1 қосылған AN бөлінген 2 көбейтілген n. Мені осы формуланы білсеңіздер жеткілікті. Мынаның тағы бір екінші формуласы бар, ол қажет емес. Біз оны мүлдем қолдамаймыз. Міне осы екі формула бізде білуге жеткілікті екен есептерді шығару үшін. Енді қазір оңай мысалдардан бастаймын. Бірден күрделісіне өтіп кете алмаймыз енді, арасында өтпеген, ұмытып қалған оқушылар болуы мүмкін. Енді прогрессия дегеніміз не? Арифметикалық прогрессия дегеніміз қандай да бір сандардың несі? Тізбегі. Қандай да бір санға қосылып отырады, немесе азайтылып отырады. Мысалы 2, 4, 6, 8, 10, 12 кете береді. Қанша мүшесі бар, сонша мүшесі өз беріледі есептерде. Қосылып отқан санды, яғни бізде 2 қосылып жатыр, соны біз айырмасы деп айтамыз, немесе оны d деп айтады. Немесе қандай да бір санға азайтылуы мүмкін. 3, 0, минус 3, минус 6, минус 9 деген сияқты тоже прогрессия болуы мүмкін. Бұл бізде нені білдіріп тұр? d-ның минус 3-ке тең екен білдіріп тұр. Яғни бұл жерде азайып жатыр. Мына прогрессияның, арифметикалық прогрессия дегеніміз осы. Так, енді бұған байланысты қандай есептер келеді? Бірінші мысал, сіздерде жазылып тұр. Бірінші мысал.
Бірінші мүшесі арифметикалық прогрессияның 7-ге тең, айырмасы 3-ке тең д. Ондай болса, 10-шы мүшесін тап дейді. Біз не істейміз? Біз формулаға саламыз. А10 тең А1 қосылған, енді ойлаймыз, 1-ді А10-ға жеткізу үшін қанша? 9-ды қосуымыз керек деп. Міне, 1-ге 9-ды қоссақ, мына жерде 10 шығу керек. Сонымен А1 бізде белгілі ол 7 қосылған, Д-да белгілі 9 көбейтілген 3, 27 қосылған 7, 34 екен. 10-шы мүшесі 34-ке тең. Келесі мысал, екінші мысалда 10-шы мүшесі берілген, бізге 80-ге тең дейді. Д айырмасы 4-ке тең дейді. Және 4-ші мүшесін бізге тап деп жатыр. Қараңыздар. Көбісі мына жерде не істейді? Бірінші А1-ді тапқысы келеді. А1-ді тауып, сосын А1 арқылы А4-ті табады көп оқушылар. Бірақ енді бізге олай А1-ді міндетті түрде табудың қажеті жоқ негізде. Ең бастысы Д белгілі болса болды. Қараңыз, біз не істейміз? А4 керек қой бізге, онда А4 тең дейміз. А10, енді ойланамыз. А10 қалай 4 болады? То есть 10-ды қалай 4 қылып жібереміз дегенде, біз не істейміз? Түсінеміз, 6-дыны азайту керек екен. 10-дан 6-ны азайтсақ 4 шығады. Сонда А10 деген ол бізде 80, азайтылған 6 көбейтілген 4, ол 24. Сонда 4-ші мүшесі қаншаға тең екен? 56-ға тең болады екен. Келесі, үшінші мысал. А1 бірінші мүшесі минус 9-ға тең, 4-ші мүшесі 3-ке тең. Онда айырма қаншаға тең деген сияқты есептерде берілуі мүмкін. Екі мүшесін беріп, осылай айырмасында сұрау мүмкін. Ол кезде былайна істей салуға болады, негіз қараңыздар. Үлкен мүшеден кіші мүшені азайтқан кезде бізде Д шығады. А4-тен А1-ді азайтсақ, бізде 3Д шығады. Неге? Өйткені 4-тен 1-ді азайтсаң 3-ке тең. А4 деген бізде белгілі 3, А1 деген минус 9, сонда плюс 9 болады. 3-ді. 9 бен 3-ді қоссақ 12, 12-ні 3-ке бөлсек 4. Яғни айырмасы 4-ке тең екен мына прогрессияның. Келесі мысалда не дейді бізге? А10 10-ші мүшесі 25-ке тең дейді. 3-ші мүшесі минус 3-ке тең дейді. Ондай болса, бірінші мүшесін және айырмасын тап дейді. Не істейміз? Біз екі мүшесі берілгенде бірден Д-ны таба аламыз. Яғни үлкен мүшеден кіші мүшені азайтқан кезде әрқашанда Д шығады. Яғни 10-нан 3-ді азайтсақ 7Д шығады екен. 10 деген ол 25. Азайтылған минус тұрның алдында да, сондан плюс 3 тең 7Д. Біз бұның Д-ның қанша? 4-ке тең екенін таптық бұл жерден қазір. Енді А1-ді табу керек. А1-ді кез келген мүшесі арқылы табу болады. Мысалға, 3-ші мүшесі арқылы тапқыңыз келсе, не істейміз? Ойланамыз, 3-ті қалай 1-ге жеткіземіз, яғни 2-ні азайту керек, яғни 2Д-ні азайта саламыз. Сонда 3-ші мүшесі минус 3-ке тең. Азайтамыз, 2-ке көбейтіп 4Д бізде 4-ке тең. Сонда қанша болады екен? Минус 11 болады екен бірінші мүшесі. Түсінікті ма? Қазірге дейін түсініп отырсыздар ма бәрін? Егер қандай да бір сұрақтар болса, бірден қойып отырыңыздар. 5-ші мысал. 8-ші мүшесі берілген минус 64. Не берілген? 10-ші мүшесі минус 50 дейді. Қараңыздар. Бізге табу керек дейді 9-ші мүшесін. 9-ші мүшені тап дейді. Бұл есепті қазір біз екі түрлі әдіспен шығара аламыз. Дәл осы жерде. Бірінші, оңай тәсілі бізде мынандай нәрсе бар. Екі мүшесін қосып, А мен А8 бен А10, оны 2-ке бөлсек,
онда дәл ортадағы мүше шығады. Яғни 8 бен 10-ның арасындағы 9-шы мүше шығады екен. Сонда біз не істейміз? Минус 64 пен минус 50-ді қосып, 2-ке бөлсек, не шығады екен? Минус 57, яғни ортасындағы мүше шығады екен. Бұл оңай әдісі осылай, Екінші әдіс қалай? Екінші әдісте ол d-ны тауып, сосын d арқылы a9-ды тауға болады. Енді оны өздеріңіз шығара алатын шығарсыздар, ол жағына тоқтамай қойын. Алтыншысы. 11-ші мүшесі берілген, 21-ші мүшесі берілген. 11-ші мүшесі 23-ке тең дейді. 21-ші мүшесі 43-ке тең дейді. Ондай болса, a 50-ді тап дейді. 50-ші мүшесін тап дейді. Енді бұл есепте біз жаңағыдай істей алмаймыз, өйткені 11, 21 деген ол кішкентай, 50-ге қарағанда. Так, бізге кез келген негізі арифметикалық прогрессияның есебін шығарған кезде d-ны табуға тырысу керек бірінші. d шықса, кез келген нәрсе шығады. d-ны біз білеміз, екі мүшесін азайтсақ, әрқашанда не шығады? d шығады. Так, a21-ден 11-ді азайтсақ, не шығады? 10d шығады. 10d. Тең 21 бізде 43, 43-тен 23 азайтсақ, 20. Демек, d қаншаға тең екен? d 2-ке тең. Айырмасы шықты. Енді біз a50-ді таба аламыз. Кез келген мүшесі арқылы. Мысалы, a21 арқылы тапқымыз келсе, онда біз не істейміз? Оған 29 қосуымыз керек екен. 21-ге 29 қоссақ 50 болады. Сонымен, 21 бізде 43. Оған қосамыз нені? 29 көбейтілген 2 58-ді. Сонда не болады? 101 болады екен 50-ші мүшесі. Міне осындай қарапайым есептеулерге берілген. Келесі енді 7-ші мысал жиі берілетін әрі ең оңай есептер осылар. Бізге қандай да бір формула беріп қойды екен. Cn тең косинус пи бөлінген 3 қосу 5n дейді. Мынандай бір формула береді, сосын сізге кез келген мүшесін сұрауы мүмкін. Мысалы бізден 210-ші мүшесін тап деген жерде. С 210-ды тап дейді. С 210-ды табу үшін біз не істейміз? n-нің орнына 210-ды қоямыз, болды сонымен. 210 тең косинус пи бөлінген 3, яғни 60 градустағы біз мәнін білеміз, ол 2-ден 1. Осыған қосу керек, 5-ті неге көбейтіп 210-ға. Ол 1050 бүтін оннан 5. Түсінікті ғой? Бұл өте оңай есептер бұлар. N-ді орнына қойып шығара береміз. Яғни 7-ші, 8-ші мысалдар, сондай мысалдар. Енді келесі. Мен бірден 9-ші мысалға өте берем. Так, 9-ші мысалда бізге былайнан береді, қараңыздар. 9. Арифметикалық прогрессияның 3-ші және 9-ші мүшелерінің қосындысы 12 болса дейді. Онда a6-ны тап дейді. a6-ны табыңыз дейді. Так, енді бұл жерде біз d-ны таба алмаймыз. Өйткені бізде бір ғана теңдеу берілген, бір теңдеуден біз d-ны табу мүмкін емес. Бұл есеп қандай мақсатта, қандай мағынада беріліп тұр? Бұл жерден сіздерден тек қана a6-ны сұрай алады. Не үшін? Екі мүшесін қосып 2-ке бөлсек, бағана айттық. Не шығады дедік? Екеуінің ортасындағы, яғни 3 пен 9-ды қосып 2-ке бөлеміз. Не шығады? a6 шығады екен. Осындай мақсатта ғана берілген бұл есеп. Яғни 6-шы мүшесі неге тең екен? 6-ға тең екен. Бұл дәл осы есептен сізден 7-ші мүшесін немесе 5-ші мүшесін сұрамайды. Оларды табу мүмкін емес. Түсініп ма? Енді неге осыған тең болады деген сұрақ қою мүмкін. Неге a3-ке a9-ды қосып 2-ке бөлсек a6 болады? Ол қалай түсіндіріледі? Қазір енді оны дәлдей салайық. a3 деген ол a1 мен 2d-ның қосындысы. a9 деген ол a1 мен 8d-ның қосындысы. Бөлеміз 2-ке осылардың бәріне қосып. Именно 2-ке бөлу керек. Өйткені 2 мүшесі қосылса 2-ке бөлуге болады. 3 мүше қосылса 3-ке бөлуге болады. a1 мен a1-ды қоссақ 2a1 қосылған, 2d мен 8d-ны қоссақ 10d болады. Осыны біз не істейміз? 2-ке бөлеміз.
Сонда не болады? 2a1-ді 2-ге бөлсек a1, 10-ны 2-ге бөлсек не болады екен? 5-ті. Ал a1-ге 5-ні қоссақ, ол түсінікті не шығатыны? a алдына шығатыны. Осыдан шыққан нәрсе екен ол. Так, келесі. 10-шы мысал мағынасы осыған ұқсайды. Бірінші мүшесі қосу екен ғой. Бірінші мүшесімен, одан кейін 5-ші мүшесін және 12-ші мүшелерін қосқан кезде 15 болады дейді бізде. Осы 3 мүшесін қоссақ 15 болады. Ондай болса, қайтадан нені тап дейді? a алдына табыңыз дейді. Бізде 3 мүше қосылып тұрса, оны біз тек қана 3-ке бөлімізге болады. a1 қосу a5 қосу a12 болса, оны біз тек қана жоқ формула емес, ол ешқандай. Бөлінген 3 тең. Так, енді индекстеріне қараймыз. a1 қосу a5 қосу a12. 18 болады. 18-ді 3-ке бөлсек, демек бұл жерде не? a6 шығады. Міне, тек қана a алдыны табуға болады бұл жерден, басқасын табуға болмайды. Сондықтан тек қана алдын сұрайды. Яғни біз не істейміз? 15-ті 3-ке бөле саламыз. Өз не болады екен? 5 болады екен. Міне. Осындай сияқты мағынада беріледі бұндай есептер. Так, сонымен бұл 10-шы мысал кетті. Келесі енді 11-ші мысалға көшеміз. Так, AN бізге берілген. AN 102-ге тең. A1 12-ге тең. D 3-ге тең. N қаншаға тең деген сұрақ. Енді бұл бізде әрине AN-нің формуласын қолдануға арналған есеп. AN-нің формуласы қандай? A1 қосылған N минус 1 көбейтілген D. Не істейміз бұл жерде? Барын қойып шығамыз. AN деген 102, A1 деген 12, қосу N минус 1 көбейтілген D дегеніміз 3. 102-ден 12-ні азайтсақ 90. 90-ды сосын 3-ке бөл жерге болады екен бірден. Тең 30, 30 тең N минус 1 деп. Сосын минус 1-ді алып келсек, бізде N қанша екен? 31-ші мүшесі екен. Болды, қарапайым есеп екен бұл. Келесі 12-ші мысалға қараңыздар. Қызық сұрақ қойған, 12. Бізде мынандай бір прогрессия бар дейді, қараңыздар. 1, 7, 13 деп кете береді дейді. Осында прогрессияның мына 121 деген сан мүшесі бола ала ма деген сұрақпен есептер келеді. Болса, нешінші мүшесі дейді. И және әрқашанда бұл есептердің жауабы я бола алады, қасында нешінші мүшесі деген жазылып тұрады. Жоқ бола алмайды деген ондай жауаппен келген есеп жоқ. Бұл неге беріліп жатыр? Мына 121 деген бізде белгісіз мүшесі сонда. AN-ді бізге сол N-ді тап деп жатыр. Нешінші мүшесі екенін тап деп жатыр былайша айтқанда. Ал мына жерден не байқаймыз? Бірінші тұрған мүшесі әрқашанда A1. 1-ден 7 шықса, демек не қосылып жатыр? 6 деген сан қосылып жатыр. A1 мен D-ны таптық. 121 деген AN, N-ді табу керек. Енді қайтадан дәл мына формулаға саламыз. AN деген 121 тең A1 ол 1 қосылған N минус 1 көбейтілген 6. N минус 1 көбейтілген D. Так, 121. 1-ді азайтсақ 120. 120-ны 6-ға бөл жерсем 20. N минус 1, N минус 1 плюс болып келсе, не болады екен? 21-ші мүшесі екен, я бола алады. 21-ші мүшесі деген жауап болады. Есептің жауабы. Түсінікті ғой, яғни 12, 13, екеуі де сондай бір-біріне мағыналас есептер, мысалдар, то есть. Так, келесі мысал енді 14-ші мысал. Не нәрсеге арналған? Енді біз алғашқы N мүшесінің қосындысын қолданатын есептерге көшеміз. Так, A11-ші мүшесі
23-ке тең, а 21 ол 43-ке тең болса, бізде не сұрап жатыр? Алғашқы 10 мүшесінің қосындысы, яғни S10-ды сұрап жатыр. Ал S10-ды табу үшін бізге не керек? S10 деген ол A1 мен A10 керек, яғни бірінші мүшесі мен соңғы мүшесін қосып, 2-ке бөліп, сол 10-ға не істеу керек? Көбейту керек. Міне мынау бізде алғашқы 10 мүшесінің қосындысының формасы. Бізде не керек екен сонда? A1 керек екен және A10 керек. Бізде екеуі де жоқ екен бұл жерде. Не істейміз? Табамыз. Бірінші бізге D керек әрқашан. Так, A21-ден A11-ді азайтсақ, 10-ды. Яғни 43-тен 23-ді азайтсақ 20, D тең 2-ке. D-ні таптық, енді A1-ді табамыз керек. A1 тең A11-мен табамын мысалға мен. A11-мен тапсам, онда не істеймін? 10-дың азайтып тастаймын бір шығу үшін. A11 дегенде 23. 23-тен 10-мен 2-ні көбейтемін. 20. 3-ке тең екен. Бірінші мүшесі. Енді маған A10 керек. A10-ды да осы A11-мен таба салайық. 11-ден 10 шығару үшін мен не істеймін? 1-ді азайтып тастаймын. Яғни 23-тен азайтамын 2-ні. Тең 21. Болды, бізге керек нәрсенің барлығы шықты. 3 және 21 алып кеп қоясыз. Так, 3-ке 21-ді қосып, 2-ке бөліп, не істейміз? 10-ға көбейтеміз. Тең. 3-ке 21-ді қоссаң 24, 24-ді 2-ке бөлсең 12, 10-ға көбейтсек, алғашқы 10 мүшесінің қосындысы 120-ға тең екен. Түсінікті ма? 15-ші есепте дәл осыған ұқсас мағынасы бірдей есеп. Сондықтан оған мен жеке тоқтамаймын. 16. 16-ші есепте бізге былай дейді. A6 мен A9-дың қосындысы, A9-дың қосындысы 20 екені белгілі дейді. Онда алғашқы 14 мүшесінің қосындысын тап дейді. Алғашқы 14 мүше деген ол S14-те. Алғашқы 14 мүшесінің қосындысы қаншаға тең дейді. Енді бізге алғашқы 14 мүшесінің қосындысын табу үшін не керек екен? A1 керек, A14 керек, бөлінген 2, көбейтілген 14. Маған A1 керек, A14 керек. Ал менде олардың екеуі де берілмеген. Не істеймін? Мына жерден D-ны да таба алмаймыз, өйткені бізде бір ғана теңдеу беріліп тұр. Бұл жерден ештеңені табу мүмкін емес. A1-ді де D-ны да таба алмаймыз ол жерден. Сонда бұл есеп не үшін берілген? Қандай мақсатта берілген деген сұрақ туады. Сонымен бұл есептің мақсаты мынадай екен, қараңыздар. A6 мен A9-дың қосындысы A1 мен A14-тің қосындысына тең. Неге? Өйткені A6 мен 9-ды қоссақ 15, 1 мен 14-ті қоссақ 15 екен. Сондай мақсатта бізге берген екен. Яғни мына жерде мынаның орнына 1-ден 20-ны қой деп жатыр бізге. Түсінікті ма? Мына қысқартсақ 10, яғни 140 болады екен есептің жауабы. Қалай қабылдадыңыздар бұл есепті? Не үшін мына екеуі бір-біріне қосқан кезде тең болады? Оны кейде мұғалімдер сұрайды екен, мен оқушыларға айтып жіберемін ғой. Осындай осылай оңай шығара саламыз деп. Ана мұғалімдер, сен қалай біліп қойдың оны екеуін тең екенін деп сұрайды екен. Сол кезде мен айтамын. Сұрап жатса, онда апайыңа үйретіп қоя сал былайынан. Не үшін олар тең болатынын деп былайынан айтып жіберемін. A1 мен A1-ді қоссақ 2A1, 5-ді мен 8-ді қоссақ 13-ді.
А1 мен А1-ді қоссаң 2А1 оған 13-те қосылып тұр. Міне осылай дәлелдеп бер деп мен оларға айтып жіберемін. Міне. Енді бұндай есептер өзі соңғы рет қашан келген есімде жоқ. Қазір 2017 жылғы ұбт-да жүрген есептер, арифметикалық прогрессияның есептері өте оңай. Андай есептер мүлдем жоқ. Так, келіп қалса, енді осылай қолданасыздар деп айтып жатырмын. Так. Апайлар қалай шығарады сонда ағай дейді. Оны білмедім мен қалай шығаратынын. Так. Келесі 18-ші мысал, өте қызық есептерге келе жатырмыз. Қазір біз ақырындап 18-ші мысалда былай дейді. Минус 24 пен 133 арасында 5-ке еселік қанша бүтін сан бар? 5-ке еселік. 5-ке еселік қанша сан бар дейді, бүтін сан бар. Енді біз кейбір оқушылар енді болады, мұна не істейді? Санап отырады бәрін. 5-ке бөлінетін сандардың барлығын санап отырады. Енді ол бізге өте көп уақытты алып қояды. 5-ке еселік деген түсініп тұрсыздар мағынасы не? Ол 5-ке бөлінетін деген сөз. Біз не істейміз? Біз қарайық. Қандай сандар бөлінеді? Уже минус 24 бөлінбейді ғой, яғни минус 20-дан басталады. Минус 20 бөлінеді, минус 15 бөлінеді, минус 10 бөлінеді. Осылай кете береді. Соңында кім бөлінетін? Ол 130. Мен сөйтем дейтін мойындап отырмын. Міне, яғни бізде не беріліп тұр екен қазір? Байқасаңыздар, прогрессия беріліп тұр, көрдіңіздер ме? Минус 20, минус 15, минус 10 осылай кете береді. Ең соңғы мүшесі 130 екен. Бізге не табу керек? Бізге қанша осындай мүше бар, яғни n-ді табу керек мына жерде былайша айтқанда. Мына сандардың қанша екенін табу керек. Ол n-ді. Енді біз қарап тұрып, мына жерде осы прогрессияның бірінші мүшесінің минус 20 екенін түсіндік. D-ның 5-ке еселік десе ол әрине 5 бола салады. Неге? Өйткені 5 қосылып жатыр, көріп тұрмыз. Ал мынау ең соңғы тұрған, ол AN 130. Біз нешінші мүшесі екенін оны білмейміз қазір. Вот соны табу керек екен бізде. Не істейміз енді? Формулаға соламыз. Так, AN яғни 130 тең A1 қосылған n минус 1 көбейтілген d. Осы жерден n таба салады екенбіз. Так, мынау 130-ға кеп қосылған кезде 150 болады. 150-ді 5-ке бөлсем 30 болады. Сонда минус 1 мұнда келсе қосылып n тең 31. Яғни қанша сан бар екен? 5-ке еселік 31 сан бар екен. Міне осындай мағынада беріледі екен бұндай есептер. Енді бұндай есептер де білмеймін, соңғы ұбт-да мүлдем жоқ. Мына қызық сұрақтар, қызық есептер негізінде, бірақ бұндай есептер мүлдем жоқ. Соған таңғаламын. Так, ары қарай жалғастырайық. Ары қарай жалғастырсақ, келесі мысал ол бізде 19, Енді симай қалды. 19-шы мысал. Барлық екі таңбалы жұп сандардың қосындысы дейді. Енді мынау кішкене қызықтау есеп. Барлық екі таңбалы сандардың қосындысы. Екі таңбалы сандар 10, 12, 14 кете береді қалай? Ең соңғысы 98-бен аяқталады. Екі таңбалы. Осылардың барлығын қосу керек бізге. Енді әрине біз оны калькуляторда алып, қосып отырмаймыз ғой, бұл бізде әрине прогрессияға берілгенін түсіну керек. Ұлттық тест есептерінде оңай. Енді қараңыз, біз не істейміз? Біз бұл жерде түсіндік, мына бірінші мүшесі 10 екенін, және d-ның 2 екенін. Мына 98-дің біз қазірше білмейміз қанша нешінші мүшесі екенін. Соны тауып алуымыз керек. Неше сан бар мына жерде? Соны тауып алайық. Формулаға AN формуласын саламыз қайтадан. 98 тең A1 10 қосылған n минус 1 көбейтілген d деген ол 2. 98-ден 10-да жатсақ 88-ді 2-ке бөлеміз 44 n минус 1 плюс болып келеді, сонда 45. Қанша? 45 сан бар. Енді бұл жерде 45-ті біз былай шығармайық, логикалық түрде тауып алсақ болады. Бізде жалпы екі таңбалы сандар
10-нан 99-ға дейін 90 сан бар, 2 таңбалы. Оның 45-і жұп сан, 45 тақсан қойды негізінде. Осылай түсіне салға болар еді, бірақ мен прогрессия болғандықтан мына формулаларды қолданып үйретіп 45 сан бар, яғни бізге не табу керек? S45-ті табу керек, яғни 45 мүшенің қосындысын тап деген есеп мынау. Бірінші мүшесі қаншаға тең екен оның? 10-ға. Ең соңғы мүшесі, яғни 98-ге тең. Бөлеміз 2-ге, көбейтеміз 45-ге. Міне. Енді осыны есептейік. Так, мынау бізде 108, 108-ді 2-ге бөлсек 54. 54-ті 45-ке көбейтсек. Так, қазір ауызша көбейтіп жазсам оймен 2430. Деп, мына жерден қарап алдым, 2430 екен. Түсінікті ғой, есептің жалпы мағынасы, яғни ол прогрессияға арналған есептер бұндай. Барлық 2 таңбалы тақ сандардың қосындысы деген неді тұр, мысал тұр, мысалы 20-шы есепте. Оны да дәл осылай істейді екенбіз, шығарамыз. 21-ші мысал бағана біз айтқан мысалға ұқсайды, 18-ші мысалға. Қанша 6-ға екселік қанша сан бар деген сияқты есептер. Енді олардың барлығы мағыналас есептер. Енді сіздерге ұбт-да 2017-де соңғы ұбт-да келіп жүрген есептерге жайлап келейік. Ол 22-ші мысалға байланысты есептер екен. Қараңыздар. Минус 18, минус 14, минус 10 деген прогрессияның, арифметикалық прогрессияның алғашқы оң мүшесін, оң, 10 емес, оң, яғни плюс алғашқы оң мүшесінің нөмірін табыңыз дейді. Енді мен жаңа айттым ғой, оқушылар екі түрлі болады. Біреулері шығарады, екіншілері не істейді? Жазып отырады мына жерде. Енді егер мына жерде сан кішкентай болса, жаза салған оңайырақ болады. Көріп тұрмыз, қанша? 4 қосылып жатыр, яғни минус 6 болады. Оған 4-ті қоссақ минус 2 болады. Оған тағы 4-ті қоссақ 2 болады. Яғни бізден не сұрап жатыр екен? Бірінші пайда болған оң мүшенің нөмірін. Қарап тұрып айта санай саламыз, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни 6-шы мүшесі не екен оның? Оң екен. Ал егер мынау минус 18 емес үлкен сан болса, мысалы минус 180 деген сияқты, біз отырмаймыз ғой, қосып оның барлығын. Ол кезде біз не істейміз? Қалай шығарамыз ол кезде? Ол кезде біз былай істейді екенбіз, қараңыздар. Біз енді дәл осы есепті кәдімгі шығар жолын көрсетейін. Бізде мынау бірінші мүшесі минус 18. D-ның түсініп тұрмыз 4-ке қосып жатқанын. Ал мынау AN-ді біз білмейміз, бірақ бізге не деп жатыр? AN 0-ден үлкен болсын деп жатыр. Біз осындай теңсіздік шығарамыз, несі сақтаймыз? Алғашқы оң мүшесі десе, онда AN үлкен 0-ден деп осындай теңсіздік шығарады екенбіз. Ол теңсіздік мағынасы не сонда? AN дегеніміз формулаға салсақ, ол A1 қосылған N-1 көбейтілгенді. Мына осыны біз 0-ден үлкен деп ондай теңсіздік шығаруымыз керек екен. Так, шығарайық. 4N-1, мынау минус 18-ді мына жаққа плюс деп жіберсек болады екен. Осын N-1, 18-ді 4-ке бөлсек, 4,5 болады. Сосын минус 1-ді мына жаққа қосып жіберсек, N үлкен 5,5-ден дейді. Ол нені білдіреді? Мына жерде N әртүрлі сан шыға береді. Бүтін емес те сан шығуы мүмкін. Бізге жуықтап түсіну керек. N үлкен 5,5-ден деген сөз, яғни 5,5-ден кейін тұрған мүше бар ғой, то есть бүтін сан 6 ғой. Сол 6-шы мүшесінен бастап мына прогрессия оң бола бастайды деген мағына білдіреді. Мына теңсіздіктің мағынасы осыдан кейін тұрған саннан бастап, яғни 6-шысынан бастап, мына прогрессия не болады деген сөз? Плюс болады деген мағына. Яғни мына тұрған санда біз бір үлкен санды алып есепке жауабына жазады екенбіз. Шығару жолы осылай. Егер және бізде басқаша да келуі мүмкін. Қазір бір есеп құрастыра салайын, мысалға.
240, 231, 222, 213, 204, яғни осындай кете беретін прогрессияның ең алғашқы теріс мүшесінің нөмірі. Теріс мүшесінің нөмірін табыңыз дейді. Нөмірі. Түсінікті ғой, мына есеп. Мынаған кішкене қарама-қарсы есептеп түсінуге болады. Біз мынау қазір мына прогрессия бір жерге келген кезде минус бола бастайды. Сол минус болатын алғашқы мүшесінің нөмірін табыңыз дейді. Яғни біз не істейміз? Біз көріп тұрмыз бұның прогрессияның бірінші мүшесі қаншаға екенін? 240 екенін. Айырмасының қанша екенін? -9 екен. Осы жерде байқаңыздар. 240-тан 231 шығып жатыр. Қалай? 9 азайтылып жатыр. Д 9 емес, -9. Осы жерде абайлаңыздар. Бізге не деп жатыр? Мынау бір мүшесі, әйтеуір АН деген бір жерге келген кезде, сол АН не болу керек? Теріс болу керек, яғни 0-ден кіші болады. Теріс мүшесінің нөмірі деген 0-ден кіші деп аламыз. Ана жерде 0-ден үлкен дедік. Яғни осындай теңсіздік шығарамыз. АН деген формула бойынша 240 плюс n-1 көбейтілген -9 кіші 0-ден. Не істейміз енді? Біз қазір n-1 көбейтілген -9 кіші 240-ты мына жаққа -240 деп жібере салайық. Енді мен екі жақты -9-ға бөлем. Сол кезде не болады, қараңыздар? Минус санға бөлген кезде, көбейткен кезде мына таңбаның өзгеретінін ұмытпаймыз. Енді 249-ға бөлінбеуі мүмкін. Бізге шамамен қанша болатынын не істеу керек? Жаза салу керек. Примерно қанша болатынын. Так, қазір көре салайық қанша болады. Так, 240-ты 9-ға бөлсек, шамамен 26,16 болады. Болды, осылай жаза саламыз. Енді мына -1-ді қосып жіберсек, не болады екен? 27,16. Яғни мына теңсіздіктің мағынасы қандай? Мынадан кейін тұрған мүше, яғни n тең 28-ден бастап, мына прогрессияның мүшесі не бола бастайды екен? Теріс бола бастайды екен. Міне дәл мынаған ұқсайды. Есеп мағынасы екеуі бірдей негізі. Болды, міне осылай шығарамыз. Так. Енді қазір маған бір сұрақ жібердіңіздер ме сіздер? Көрейінші не деп отыр? Біздің тақырыпқа келе ма дейді. Егер xn y тізбектері 100 мүшеден тұратын болса, онда бірдей мүшелерінің санын табыңыз дейді. Мынау кәдімгі не ғой? Прогрессия ғой. Бірақ енді бұл мындай есептер ұбт-да мүлдем жоқ. Сондықтан оны білмеймін. Оны қазір кейіннен қарастырсақ болады. Қазір мен тақырыпты бітіріп алайын. Түсіндіріп отқан нәрсені. Так. Эдюкомбо сондай бір нәрсенің есебі ғой. Сауаттылықтан келді дейді. Сауаттылықтан ол даже келмейді, ол сауаттылықтан. Басқа бір неден көрген шығарсыз? Эдюкомнан келді ма, білмеймін ғой, қайдан келген. Ондай есептер жоқ бізде. Так. Сауаттылықта. Келесі есеп енді бізде прогрессия, арифметикалық прогрессиялар не болып келеді екен? Жүйе болып келеді. Жүйе болып келеді екен. Так, арифметикалық прогрессияның 9-шы мүшесі мен 5-ші мүшесінің айырмасы, қараңыздар. 9-шы мүшесі мен 5-ші мүшесінің айырмасы 20-ға тең дейді. Ал 3-ші мүшесі мен 6-шы мүшесінің қосындысы, 3-ші мүшесі мен 6-шы мүшесінің қосындысы 55-ке тең дейді. Ондай болса, бізде не сұрайды екен бұл жерде? Бірінші мүшесі мен айырмасын A1 мен D-ны сұрап жатыр екен. Так, не істейміз бұл жерде? Жүйе шығарамыз. Енді мына жерді байқаңыздар. Мына жерде не көріп тұрмыз? Біз білеміз, екі мүшесін азайтқан кезде бір-бірінен D шығады. Яғни A9-дан A5-ті азайтқан кезде 4D шығады. Осы жерден біз бірден D-ны тауып алады екенбіз. Бұл есеп, бұл жердегі ыңғайлы жері.
Яғни айырма берілсе, ол кішкене оңайлауда, есепті оңайға жүреді. D шықты. Енді біз не істейміз? D-ны алып, мына астындағы нәрсені ашып, A1-ді табамыз. Астындағы нені ашамыз енді. A3 деген ол A1 қосу 2D. A6 дегеніміз A1 қосылған 5D. Тең 55. Енді D-ны алып кеп, орнына қойымыз керек. Бұл жерде 2A1 қосылған 7D шықты. D-ның орнына 5 алып кеп қоямыз. Яғни 35 болады. Одан кейін, 55-тен 35-ті азайтсақ, бізде 20. Демек, бірінші мүшесі қаншаға тең екен? 10-ға тең екен. Яғни, біз жүйені қазір шығардық. D тең 5-ке, A1 тең 10-ға. Келесі, тағы да қалай болып келеді? Жүйелер, мысалға бұлай дейді. 4-ші мүшесі мен 6-ші мүшесінің қосындысы 34-ке тең дейді. 3-ші мүшесі мен 8-ші мүшесінің қосындысы 48-ге тең дейді. Ондай болатын болса, бірінші мүшесімен айырмасы қайтадан A1 мен D-ны табу керек. Не істейміз? Егер екеуінде де қосу тұрса, онда бізден D шықпайды, уже бірден шықпайды. Бұндай кезде біз барлық есептердің шығару әдісі бірдей. Ашып тастаймыз. A4 дегеніміз A1 қосу 3D. A6 дегеніміз A1 қосу 5D. Яғни ашып тастау керек бәрін. Тең 34. A3 дегеніміз A1 қосу 2D. A8 дегеніміз A1 қосылған 7D. Тең 48. Сонда не болады? 2A1 қосу 8D. 2A1 қосылған 9D. Тең 48. Енді көріп тұрмыз, не болады? 2 теңдеуді бір-бірінен азайтып жібереміз. Сонда 2A1 мен 2A1 жоқ болып кетеді. 8-ден 9-ды азайтсақ, минус D. 34-тен 48 азайтсақ, минус 14. Яғни біз D-ның 14-ке тең екенін таптық. Енді осы D-ны алып, кез келген 2 теңдеудің біріне не істеуге болады? Қоюға болады. Қайсысына қоямыз? Ешқандай айырмашылығы жоқ екен. Үстіндегісіне қойсақ, 2A1 қосылған 8 көбейтілген 14 тең 34 дейді. Енді осы жерден 2A1 тең 34 минус 80 қосылып 32, 112-ні азайтамыз. Сонда A1 тең минус 78, минус 78 2-ге бөлсек, минус 39 болады. Түсінік ма? Міне, A1 мен D-ны таптық. Яғни бұл жүйелердің барлығын осылай ашып тастап шығарады екенбіз. Кез келген мүшесін қалай береді, соны ашып тастаймыз. Сонымен, бұл бізде нелер бітті, жалпы жүйелері. Енді қараңыздар, ұбт-да қандай есептер келіп жүр, соған кішкене келіп тоқтайын. Мен қазір енді ұбт-ның есептерін ашайын. Өйткені үйде сұрақтар болуы мүмкін, сол үшін сол сұрақтардың алдын ала бірден алып қоя салайын. Мысалға, мынандай сияқты есептер келеді ұбт-да. 4-ші есеп тест ашып көріңіздер. 4-ші есепте былай дейді: 9 және 41 сандары және осы сандар арасындағы 3 санмен бірге арифметикалық прогрессия құрайды дейді. Мына арасында 3 сан бар дейді. Сонда осының барлығы не құрайды дейді? Прогрессия. Онда 3 сан деген кімдер олар? Ол A2, A3, A4 деген сөз. Неге? Өйткені 9 ол бізде A1, значит. Ал 41 деген не болып тұр? A5 болып тұр деген сөз. Арасында 3 санмен бірге осы екеуі, яғни 5 сан арифметикалық прогрессия құрайтын болса, прогрессияның айырмасы дейді. Біз не істейміз? A5-тен A1-ді азайтсақ, не шығады? 4-ді шығады. Яғни 41-ден азайтамыз 9-ды тең 4-ді. 32, 32-ні 4-ке бөлсек, D тең
8. Иә, 8-ге тең. Міне осындай есептер әртүрлі болып келе береді. Сондай есептерді жақсылап қараңыздар. Жалпы мүшесі деген ол AN-ді тап деген есептер бар. 6-шы есепте ол да өте оңай. Так, нешінші мүшесі екенін анықтаңыз. Так, есептердің барлығы өте оңай. Жүйе өздеріңізге қалдырамын, өздеріңіз шығарасыздар. Так, қандай есептер бар бұл жерде? Барлығы оңай есептер, шыны керек мына жерде. Қарап отырмын. Так, мына есеп. Оңай. 35-ші есепке қараңыздар. 35-те күрделі сияқты болып көрініп тұр. 35-ші есепке қараңыздар. Я, ертең геометр прогрессия. 35-те бізге мынандай 3 түрлі не берген? Мүше берген. 8x қосу 9, 5x ортаңғысы және шеткісі 2x қосу 9 дейді. Мына 3 сан бізде арифметикалық прогрессия болу үшін x-ке қандай мән беру керек дейді. Енді бұны шығарғаннан x-тің орнына жауапты қойған әлде қайда оңай. 5, 20 деп тұр. Қоя салған оңай болады. ұбт-да келсе, сіздер қоя саласыздар. Шығару жолы бұның көп уақыт алып қойды. Түбір астымен квадраттап, кәдімгі теңдеу шығару керек. 5-ті қойып көрсек, 5-ті 8-ге көйтеміз 40, 40-қа 9, 49 түбір астында 7 болады екен. Так, 5-ті алып кеп қойсақ, 5-ке 5-ті көйтік 25, 25 түбір астында 5. 5-ті алып кеп қойсақ, 10, 19-нан шықпай қалайын деп тұрған. 2x қосылған 9-дан түбір асты шықпай қалады. Значит, 5 болмайды деген сөз. 20 дейді. 20-ны қойып көрейік. 20-ны қойсақ 160, 169, 169 түбір астынан алсақ 13. 20-ны алып кеп 5-ке көйтсек 100, 100 түбір астынан 10. 20-ны алып кеп қойсақ 2, 40, 49 түбір астынан 7. Міне шықты. Есептің жауабы 20 екен. Міне шынымен де прогрессия шықты. 13, 17 деген. Яғни осындай болып келсе, жауапты орнына қоя саламыз. Жақсы. Так, тағы қандай сұрақ болуы мүмкін сізде үйде? Есептердің барлығы өте оңай. Міндетті түрде шығарып тастаңыздар, өйткені көп уақыт алмайды бұл есептер. Шығару жолы қалай? Шығару жолы мынандай ғой, енді бізде мынау A1 неге тең екен? Бірінші тұрған 8x плюс 9-ға тең екен. A2 неге тең? Түбір астында 5x-ке тең. A3 түбір астында 2x қосу 9-ға тең. Бұл есепті қалай шығарамыз? Бізде мына A1 мен A3-ті қосып, шеткі екі мүшесін қосып 2-ке бөліңіз не шығатын еді? A2 шығады. Міне осындай теңдеу арқылы, яғни мына менен қосып 2-ке бөліп, тең түбір асты 5x деп кәдімгідей иррационал теңдеу шығару керек болады. Жақсы. Түсінікті деп ойлаймын. Қанша тізгін жүйесін қосып тең болады? Мына жерде қызық есептер бар. Оны міндетті түрде сіздерге шығаруларыңызға кеңес беремін. 66 есеп екен үй жұмысында. Бар жоғы 66 есеп. Барлығын мен қазір қарап шықтым бір-бірлеп. Соның ішінде түсініксіз болып қалады деген есептердің барлығын қазір сіздерге айттым. Осымен бізде жалпы біткен сияқты есептері. Арифметикалық прогрессияның есептерін осымен бітірген сияқтымыз сөзге тең. Так, жүйелер де бар, нелер де бар. Мұнан бәрін міндетті түрде ертең шығарыңыздар. Ертеңге. Сосын арасында сұрақтар болса бірден тез талдап тастаймыз да геометриялық прогрессияны қарастырамыз. Түсінікті ғой, егер ұбт-ны шығарып үлгерсеңіздер, тест тапсырмаларында 66 есеп шығарып үлгерсеңіздер, онда ары қарай
өзіндік жұмысты да шығарып көріңіздер. Енді ол жерде өзіндік жұмыста негізі ұбт-ға қатысы жоқ есептерді мен қосып тастағам. Сол үшін егер қолдарыңыз босап жатса ғана ол есептерге қарастырсаңыздар болады. Араласып келетін есептер бар, оларды ертең қарастырамыз. Яғни геометриялық прогрессияға өтіп алуым керек. Сосын геометрия мен арифметика мен геометрия деп араласып келетін есептер бар, күшті есептер бар. Оларды ертең қарастырамыз уже. Ол үшін мен бірінші геометрия өтуім керек. Геометрия өтіп болғаннан кейін барып біз не істейміз? Сондай аралас есептерді қарастырамыз. Геометриялық прогрессиядан есептер кішкене көбірек. Міне прогрессияның аралас тест тапсырмалар деген ең соңында 49-шы бетті ашып көрсеңіздер, мен специально не істегем? Бөліп қойдым. Арифметика мен геометрияның араласып келетін есептерін бөліп қойдым. Міне 11 есеп тұр екен. Арифметика, геометрия аралас. Одан кейін тізбектерге байланысты тест тапсырмалар деп басқа есептерді, яғни қанша есеп мына жерде? 11, 12, 13, 14, 15, 16 біраз есеп бар екен ғой. Тізбектер, арнайы тізбектерге арналған есептер бар. Өзінің формасын беріп қояды, рекуррентті деп. Соған байланысты арнайы есептердің оларды мен бөлек алдым. Ертең солардың барлығын не істейміз? Қарастырамыз. Түсінікті ғой? Арифметикалық прогрессия бойынша сұрақтар бар болса қойыңыздар, жоқ болса онда бүгін осымен аяқтаймыз. Мынаны шығарайықшы дейді. Так, ағай, интегралдағы 43-ші есепті көріңізші дейді. Так, интеграл 43, так, интеграл 43-ші есеп x және минус 3 теңсіздігін айғаққа айналдыратын сандарды көрсет дейді. Шығарсақ шығарайық. Так, 43-ші есеп интегралдардың алғаш функцияның тест тапсырмаларында тұр. Шектері x және минус 3 дейді. 4t минус 1 dt деген интеграл бізде 0-ден кіші болу керек деген теңсіздікті шығар дейді. Ал шығарсақ шығарайық. Интегралды біз алғаш функцияны табамыз. 2t квадрат минус t, t-ның орнына нені қой дейді? X пен минус 3-ті қой дейді. Так, қойып шығайық бірінші. 2x квадрат минус x азайтылған. Енді минус 3-ті қоям. 2 мен 9-ды көйтсем 18, минус 3-ті қойсам не еді? Плюс 3. Осыны 0-ден кіші деп не шығар дейді? Теңсіздік шығар дейді. Так, сонда 2x квадрат минус x минус 21 кіші 0-ден деген не шығаруымыз керек екен? Теңсіздік шығаруымыз керек. Енді мынаны біз ветпен шығарсақ болады. Ветпен шығару үшін мына 2-ні мынаған бірінші көбейтіп аламыз. Минус 42 ғой. Енді ойланамыз, неменен көбейтсек 42 болады? Ол мен уже түсініп тұрмын, 7 мен минус 6 екен. Екеуін қоссақ, ішінде жерде не шығады? Плюс 1 шығады. Енді осы шыққан 2 санды қайтадан 2-ге бөле саламыз. Сонда бізде түбірлер 3,5 пен не екен? Минус 3 екен. Енді осыларды кәдімгі интервалға саламыз, біз теңсіздік шығара тұрып қойын бұл жерде. Минус 3 және 3,5. Плюс, минус, плюс. Таңба не екен? Бізде минус аралықта ал деп жатыр екен. Енді осы аралыққа кіретін сандарды бізде көрсет деп жатыр. Минус 3 пен 3,5-дің арасына кіретін жауаптарына қарап тұрсақ, 3 бар екен. 0 бар. Так, сосын минус 2 бар. Болды, қалған сандар бізде мына аралыққа кірмейді. Есептің жауабы A, D, F. A, D, F. Так, тағандай сұрақ бар. Мұнаны шығарайықшы дейді. Мұнаны дейді. Қайсыны шығарамыз? Так. Бағанағы есеп па? Қазір. Так, мына есеп не дейді? Мүшелері мынандай болса, тізбектері 100 мүшеден тұратын болса, онда бірдей мүшелерінің санын анықтаңыз. 100 мүшеден тұрады дейді.
мына есеп отырайын деп тұр қой қазір шығару үшін. Так, бірдей мүшелері ол қанша мүше сайын қайталанады соған байланысты болып тұр. Так, мына жерде екеуінде де біреуінде d 3-ке тең, екіншісінде d 4-ке тең болып тұр. Қазір мен көре салайыншы, қазір не дейді сонда? xn тең 5. Апай өтірік түсіндіріп берді, түсінбедім дейді. Мен де өтірік түсіндіріп берейін дептім ғой. 5, 8, 11 и кете береді. Так, не дейді? 3, 7, 11 и кете береді дейді. Прогрессия ғой, екеуі де. 100 мүшеден тұратын болса, онда бірдей мүшелердің санын табыңыз. Енді қарап көрейік, мына жерде қай кезде қайталанады? Міне 11 деген қайталанды. Мынау қайталанды. Келесі ары қарай жүріп көрейік. Мынау 11 болса, қанша 3 қосылып жатыр? 14, 17, 20, 23, кете береді, 26 деп. Келесі кездесетін мүшелерін тауып көрейік екеуінің. Мынаған қанша қосамыз? 14 қосамыз, 15, 4 қосамыз, то есть 19, 23. Келесі кездесетін олардың мүшелері міне 23. Так, қызық болып тұр, қазір ары қарай. Так, мына 26, келесі 3-ті қосып кете берейін, қазір 29 и 32, 35 деп кетейін деп тұр. Мынау қазір екеуден кейін мынамен қайталану керек. Үшеуден кейін, мынау екеуден кейін. Так, 4 қоссақ мынаған 27 болады, 31 болады, 35 болады. Міне, түсіндім. Так, қараңыздар, бұл жерде не болып жатыр? Егер байқасақ, бізде қандай заңдылық шығып жатыр? Мынаның әрбір екінші мүшесі, бірінші прогрессияның әрбір екінші емес, әрбір, так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11 деген мүшелері қайталанады екен анамен. Көрдіңіздер ма? 3, 7, 11 деген мүшелері мынаның 3, 4, 5, 6, 9 деген мүшелерімен не істейді деген? Қайталанып отырады екен. Яғни кездесіп отырады осы мүшелер. Енді бізде 100 мүше бар деді. 100 мүше бар. 100 мүшесін тауып алуымыз керек. 100-ге дейін қанша қайталанады екен бір-бірімен. Вот соны табу керек қой бізге. Енді оны ары қарай шығару керек. Бұны 100 мүше бар дейді мынада. 100 мүше болса, қазір 100-ші мүшесін тауып ала салайық. A100-ді. Ол қандай сан екен? A100, так, A1 қосылған n-1, 100 минус 1 көбейтілген d. D ол 3 бізде. Сонда 5 қосылған 99 көбейтілген 3 дейді. 297 қосылған 5. Так, 303 303-ке дейін барады екен. Так, 303-ке дейін қанша мына жерден қанша не шығады? Соған байланысты болып тұр ғой сонда. Так, 303, 303 деп 302. Так, 302-ке дейін мына әрбір 3-ші, 7-ші, 11-ші мүшелерін бізге табу керек. 100 мүше деп тұр ма? Болды, түсінікті онда. 100 мүше болса, ең ұзақ кездесетін мүшелер мына 3, 7, 11 деп кете береді. Қараңыздар. 3, 7, 11. Келесі қанша? Нешінші мүшесі кездесетін амен? 4 қосамыз, 15-ші мүшесі кездеседі, 19-ші мүшесі, 23-ші мүшесі кездеседі. 27 деп неге дейін барамыз? 100-ге дейін барады екенбіз. Яғни мынандай прогрессия құрадық біз қазір. Сонда, бізге маңыздырақ екен кім? Мына ұзақ
қайсы ұзағырақ кездеседі, сол бізге маңызды. Бізге мынауысы маңызды емес. Мынау бізге маңызды болмай қалды. Мына екіншісі y тең n. Ол бізге не үшін керек болды? Әрбір нешінші мүшесі кездесетінін табу үшін керек болды мынау. Ал мына жерде біз түсіндік, оның әр 3-ші, 7-ші, 11-ші, яғни 4 мүше сайын мынамен кездесіп отыратынын түсіндік, екінші немен. Мына тізбекпен. Енді біз 100-ге дейінгі, 100 мүшесі бар деді ғой. Соның қанша мүше қайталанатынын қазір 100-ге дейін табуымыз керек. Яғни бізде прогрессия A1 тең 3-ке, так, A D тең 4-ке екенін түсіндік. Және 100-ге дейін осындай мүшелер қанша рет қайталанатынын табуымыз керек. A1, міне A1. 100-ге дейін 100-дің өзі бізде мүшесі бола ала ма, болмай білмейміз. Бірақ AN тең 100 дей салайық. Так, может жетеді, может жетпей қалады деген. AN кіші 100-ден дей салайық. Жарайды. Так, сонда A1 дегеніміз 3 көбейтілген 3 қосылған n минус 1 көбейтілген 4 кіші болу керек 100-ден, немесе тең болу керек. Тең болса да бола береді. Одан асып кетпесе болды. Так, сонда 3 қосылған 4n минус 4 кіші немесе тең 100-ден. Так, 4n кіші немесе тең 101-ден. Яғни n кіші немесе тең 25 бүтін 125. Міне. Енді бұл біз не түсіндік? n тең 25. Яғни мына прогрессияның 25 мүшесі мынамен не істейді екен? Кездеседі екен. Яғни екі жақтан ортақ 25 мүше шығады екен. Бар ма ондай жауап өзі? Так. Ондай жауап бар ма? Мен таппай алдым. 25 деген бар екен ғой. Так, міне осындай ғой примерно. Енді мына есеп күрделі есеп, негізінде кәдімгідей логиканы, біраз анализді талап ететін есеп. Бұл есептер енді неге жаңағыдай КТЛ-дің, лицейдің деңгейлері ғой енді бұл. Соларға арналған есептер. Енді бұл жай мектептерге, жалпы орта мектепке сәйкес келмейді, сондықтан бұндай есептер ОБТ-да кездеспейді. Интегралдан 29-ды көресіз ба дейді. Интегралда 29 не дейді? Так, боялған фигураң аудан. Так, біріншіден, қандай функция деп ойлайсыздар? 0 берген кезде 0 болады, пи бөлінген 2 берген кезде 1 болады, пи берген кезде қайттан 0 болады. Ол қандай функция? Синус па, әлде косинус па? 29-да. 0 берсең 0 болады, пи бөлінген 2 берсең 1 болады, пи берсең 0 болады. Әрине, қандай? Синус x деген функция анау бізде тұрған. Синусқа 0 берсең 0, пи бөлінген 2 берсең 1, пи берсең қайттан 0 болады. Міне. Мына бізде сондай функция немен шектеліп жатыр? 0-мен және пи-мен болды. Сонымен есептің жауабын аудан табу үшін біз не істейміз? Шектері пи және 0. Кім шектеліп жатыр? Синус x деген функция шектеліп жатыр. Астында 0 бар, синустен 0 жазғанда қайттан синустың өзі шығады. Синустың алғашқы функциясы минус косинус, пи мен 0-ді қой деп жатыр. Так, қоямыз сонымен минус косинус пи минус косинус 0. Косинус пиде минус 1, минус 1 мен 1 болады. Так, мына жерде тоже 1, алдына минус. Так, сонымен есептің жауабы 2 шығады.